Сәлем көрермендерім, оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарда не салат жасаймын деп ойланып отырған шығарсыз. Көп ойланбаңыз. Мына салатты үйреніп алыңыз. Салатты жасау үшін бір бас көк бұрыш, бір бас қызыл бұрыш, бір бас пияз, 3 бас чеснок қажет болады. Бұрыштарымызды жақсылап тазалап аламыз дәнегінен. Тазалап алдық. Енді бұны фук өткізіп турап тастаймыз. Үш бұрыштап турап алдық. Пиязымызды да тоже 3 бұрыш жасап турап аламыз. Ал чесногымызды пышақтың сабымен езіп тік еткізіп турап тастаймыз. Сәбізімізді гүл тәрізді турау үшін дайындап жатырмын. Сәбізіміз дайын. Етімізді турап аламыз. Етімізді турап болғаннан соң крахмалменен араластырып аламыз. Етімізді бірінші бөлек қуырып аламыз. Қызғанмайға салып, қатты қызартпайсыздар, еттеріңізді ақшыл болу керек. Міне, қуырып болдым десем де болады. Және де тағы май қыздырып, сарымсақ, пияз бұрыштарымызды салып қуырып аламыз. Енді сәбізді бөлек қуырып аламын. Етімізді салдық, сояларымызды құйдық. Бөлек қуырған сәбізімізді салдық. Салат дайын. Тадам! Ас болсын. Видеом ұнаса лайк басып тіркелей отырыңыздар. Келесі видеоларда бұдан да керемет заттар салатын